оқушылар, бүгінгі 87-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Мен дәрігер боламын. Ақ халатты киемін, әппақ болып жүремін. Әппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Дәрігермін мен деймін, кәрі әжемді емдеймін. Көп ішіп дәріні, кәрілікті жең деймін. Өтебай Тұрманжанов. Дәрігер деп кімді айтады балалар? Ақ халатты абзал жандарды және өздерін ауырып қалған жандарды емдейтін кісілерді біз мамандық иелерін дәрігерлер деп атаймыз. Дәрігерлер не істейді? Жарайсыңдар. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Ендеше балалар қарайық. Ақ халатты киемін, әппақ болып жүремін. Әппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Қандай халат киемін дейді бала? Ақ халат дейді. Қандай болып жүремін дейді? Аппақ. Қандай болып жүргенді өзім жақсы көремін? Аппақ болып жүргенді дейді. Яғни біз ақ және аппақ сөздерінің астын сызамыз. Көшіріп алайық балалар. Ендеше балалар, бұл ненің суреті? Мынау не? Барлығымыз қорқамыз ба бұдан? Бұл дәрігерлердің шприці және мынау ақ халаты. Дәл осындай сурет салып, оны боясаңдар болады. Мен дәрігер боламын. Өлеңнің мазмұнына сай келетін мақалды тауып жаз. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Өнерлі бала сүйкімді. Дәрігердің мамандығына сәйкес келе ме бұл? Жоқ, сәйкес келмейді. Бұл өнерге байланысты айтылған, Ағаш көркі жапырақ. Бұл не туралы айтылған балалар? Табиғат жайлы айтылған. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп не туралы айтып тұр? Жарайсыңдар балалар. Ауырған немесе адамның ауырғандығы жөнінде жазып тұр екен, Келесі, берілген суреттердің ішінен дәрігер қолданатын заттарды ата. Балалар, қарайық. Бұл қобыз. Немесе қобыз емес, скрипка. Скрипканы қолдана аламыз ба? Жоқ. Мынау қандай құрал? Балға, Мынау қандай құрал балалар? Бұл термометр, адамның температурасын өлшейді. Бұл бізге қажет, мынау да қажет, мына дәрілер де қажет, Тәтті балмұздақ. Балалар, сендер балмұздақ жақсы көресіңдер ме? Жақсы көресіңдер, Ендеше қандай балмұздақ? Заттың сынын білдіретін сөзді тапшы. Дұрыс айтасыңдар, тәтті балмұздақ. Енді қарайық. Мына бірінші балмұздақтың түсі қандай балалар? Қандай түсті? Қызғыш, Екінші қара, шоколадтар. Үшінші түрлі түсті, төртінші де түрлі түсті, ал бесінші ақ және қара. Балалар, су қандай? Мөлдір, Ал мына жерде мұздай су деп тұр. Балалар, біз мұздай су ішсек, тамағымыз ауыра ма? Ауырып қалады. Біз дәрігерге көрінеміз, Ендеше мұздай су дегенге сұрақ қойып көрейікші. Қандай су? Мұздай су. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.